Barchаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қолжетімді заттардан қарапайым құрамы жылдам тез дайын болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қолжетімді заттардан қарапайым құрамы жылдам тез дайын болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қолжетімді заттардан қарапайым құрамы жылдам тез дайын болатын салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен қиярымызды тураймыз, ұзыншалап, яғни соломка тәріздес турап шығамыз. Қиярlarımızı турап алдық. Енді бір ыдысымызға саламыз. Енді шұжығымызды тураймыз. Дәл осылай. Оны да ұзыншалап турап шығамыз. Енді жұмыртқамызды да тураймыз. Дәл солай ұзыншалап турап шығамыз. Барлығын жақсылап турап алдық. Үстінен азырақ тұз саламыз. Және майонез саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Мінекей, ыдысымызға сап алдық. Енді бетіне картофайымызды қойып шығамыз осылай. Әсемдеп қоямыз осылай. Өте әдемі көрінеді. Ал мінекей, салатымыз дайын болып шықты. Түрі аппетитный, керемет болып шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен осы салатты жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай, құрамы қарапайым ингредиенттен тұрады. Осы салатқа қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Себебі менде өте қарапайым, үйде бар заттардан жасалынатын рецепттерді таба аласыз.